Бәріне сәлем. Бүгін мен Алматы қаласының ең әдемі және де адамдар көп жүретін жері Арбаттамын. Бұл жерге келген себебім қалаулым туралы қазіргі жастардың және халықтың ой пікірін білу. Кеттік. Саламатсыздар, бір-екі сұрақ қойып жіберсек бола ма сіздерге? Жоқ, асығыз. Қалаулым көресіздер ме? Жоқ. Көрмейсіздер Вообще ме? көрмейді екенмін, кешіріңіз. Қалаулымды өмірімде көрмегенмін, шыны керек. Иә, көремін. Ұнай ма қалаулым бағдарламасы? Иә, ұнайды. Несімен ұнайды? Ну, уақыт өткізгенде. Уақыт өткізу, тек қана уақыт өткізу. Иә. Одан да кітап оқыған дұрыс қой? Неге? Мы не смотрим, мы не знаем. Мен түсінбеймін де көргім де келмейді оны. Жоқ. Былай естігенсіз ме қалаулым деген? Естіген. Ол немене? Арасында көресіз? Ой, көрмеймін, жек көремін. Жұмыстамыз, уақыт жоқ. Көресіз ме сен? Да. Ұнай ма қалаулым? Да. Мен көремін. Бұрын көргем, қазір емес. Бұрынғы жылдары көретінбіз. Қазір неге көрмей кеттің? Қазір сабақ біз. Уақыт жоқ дейсің ба? Уақыт жоқ. Егер уақытың болғанда көретін едің? Может. Көрген болғанда да олай емес. Қарап Инстаграмда қалады. Интересно. Көрмейсің ба? Хотя бір минуттық болса да Инстаграм отрывоктарын көргенсің ба? Көргем. Қалай ойлайсың, сол дұрыс па сол істеп жатқан тірліктері? Вообще дұрыс емес. Қыздарды басқаша тәрбиелеу. Басқаша тәрбиелеу керек. Ондай бағдарлама болмау керек қыздар үшін. Сенесіз ба сол қалаулымда бір-бірін тауып? Жоқ. Сенбейсіз? Оны не үшін көресіз? Қызық үшін көрем. Қызық үшін? Ол жерде не қызық бір-бірімен айқайласқандары? Сол үшін көресіз ба? Мысалы бұрыннан жүріп, анайға барып өтірік танысып, солай үйленіп кетіп жатқандар бар. Менің естуім бойынша. Сенбейсіздер ме? Сенбейміз. Бұрыннан бері таныс адамдар. Сіз қайдан білесіз? Мен таныспын. Сенем. Куәгер бол. Куәгер болғанмын. Сол жерде танысты ғой, Иә. Ал жаңа бір қыз айтады, мен екі танысым болған, екеуі жүретін баяғыдан қалаулымға келіп өтіріктен бір-бірін тапқан сияқты болып. Жоқ, қазіргісін білмеймін. Кезіндегісі ең алғашында ашылған бірінші, екіншісі. Досың барып, Біріншісі точно шыным болған. Жоқ. сенбейсіз. Жоқ. Не үшін барады деп ойлайсыз сонда? Не үшін барады деп ойлайсыз? Адамдар. Ақша үшін. Ақша береді деп көп естиміз. Біреу отырғанын ақша береді деп естиміз. Соған сенбейсіңдер, бірақ көресіңдер, иә? Жоқ, көрмедім. Уже көрмейміз, Уже ақша үшін баратындарын білгеннен кейін көрмей қойдыңдар ғой сонда, иә? Иә. Алдын көретін едіңдер, бір-бірін тауып жатыр пара алып. Иә, шынымен там исламмен ауылымның сол кезде балдары бар. жылайтынбыз. Сол кезде мыналар шынымен пара деп ойлайтынбыз. Но ондай емес екен. Өтірік. Сосын көрмей кеттің. Көрмей кеттік. Қызықсыз ғой уже. Жоқ, алдында бір Жігіттен. видео көргеннен кейін сенбей қалдым. Қандай видео көрдің? Ютубта қаламның барлық шындығын ашып жібереді. Қалаулымға шақырса барар ма едің? Ақша ұсынса. 1 миллион береміз айына. Енді 1 миллион ойланып көру керек. Ойланып көруге болады. Хайп үшін баруға болады. Подписчино үшін. Ол үшін емес, ақша үшін. Ақша үшін. Сонда 1 миллион береміз, сен бағдарламада бір-бірімен ұрсып боқтасу отыру керексің десе. Жоқ, ондай нелер болса, шарттар болса, онда Қанша ақша ұсынса барар едің ондай шарттарға? 2-3 миллион. 2 миллион берсе, Айына. смелап, Иә. боқтап, төбелесіп отыра бересің. Қатыспаймын, 10 миллион берді. 10 миллион берсің. Серьезно. Жоқ, бармаймыз. Айына 1 миллион береміз. И подписчиктерің 100 миллион асады. Жоқ. Еш бармайсың ба? Жоқ. Қанша ақша береміз? Біздің артымызда ойлайтын адамдар бар, әке-шешеміз бар, ұят болады. Ол барып жатқан адамдардың әке-шешесі. Оларға рұқсат берген шығар, олардың өздерінің санасына ғой. 2 миллион. Қатысамын? Не үшін қатысатын ең? Ақша үшін бәрі істейді. Мен ақша үшін емес, өз салтына қатыса салатын. Не үшін? Қыз жоқ, хайп үшін. Хайп үшін, подписчик керек. Иә. Ол жерде хайп емес, былай қыз табу үшін ше. Қыз табу үшін де болады, былай бірақ. Қалаулымға қыз табу үшін бармайды ғой қазір. Сенесіз ме сол жақтан барып қыз бен жігіт бір-бірін тапты дегенге? Сенбеймін. Сенбеймін. Хайп үшін келеді ғой көбісі. Жарайды, подписчигің көп болады. Тура сол қалауындағы жігіттер, қыздар құсап, бір-бірімен қырылып, боқтасып отырасың десе. Меня отметь десе. Қалай қарайсың? Хайп болса ол. Хайп болса бәрін істей бересің ғой, дайынсың ғой. Похуй. Қалаулымға баратындар туралы ойың қалай? Енді тоже сол ақша үшін, хайп үшін деп ойлаймын. Иман жоқтар, тәрбие жоқтар. Тәрбиесі жоқтар, иман жоқтар. Мен үшін енді басқаларды білмеймін. Керек жоқ нәрсе деп ойлаймын. Жалған өмірдің жаңағы арбауымен жүрген адамдар сияқты. Болашағын ойламайтын. Мүмкін қазір мен ғана өмір сүреді. 10 жыл өтсін, өңгі өкінеді. Егер қатыспын.
хоть маған миллион тұрмақ триллион берсе білмеймін бармас едім. Қазақтың қыздары етегін шауып, сызылып жүретін қыздар болады ғой. Ал уже тегілер отырғандарынан ақ сөйлеген сөздерінен ақ. Былайша айтқанда негізі қазақтың абыройын түсіріп тұр. Қыздың ұлдың емес, жалпы қанша ғасырдан бері келген қазақтың абыройын түсіреді. Енді мына кеудесінде кішкене түйсігі бар, несі бар, ой санасы не адам енді сондай оқыған адам ана жерде анау арзан сөз, анандай не әңгімен тіпті кіріп отырып шыдамайды ана сөздерді. Білдің ба? Жүрегінде көкірегі ояу адамдар. Бір әйел қатысты бір-бірінің түгінен түк қоймай несін төгіп жатыр. Бұл жаман әдет қой шырағым, жаман. Сол қалауым қазір барлығы жабылсын деп жатыр. Оған ой пікірің қалай? Бәрібір ма или жабылған дұрыс па? Халық дұрыс айтады ғой негізі. Халық айтып отырса, жабылсынса жабылған. Бүкіл Қазақстан болып қолдаймыз жабылған. Келісесіз бе? Иә, келісесің бе қалауым жабылсын? Қазір барлығы жабылсын деп жатыр. Дұрыс айтады. Не үшін жабылған қалайсыз? Маған ұнамайды қыз баланың күйеу іздеп сол жерге барып тұрғаны, жап-жас жігіттің әйел іздеп барып тұрғаны шырағым. Сосын қазақылықтың барлығы кетті. Ауыздарына келгенін айтады. Сол үшін қалаулым Жабылсын.